Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш или қайырлы обед. Кім қай уақытта қарайды, соған байланысты ғой. Бұл біздің алғашқы жобамыз құр подкаст. Ауылда құр жатпайық деп. Құр ма? Иә. Құр жатқанша деп басталған дүние ғой енді. Құр жатқанша бірдеңемен айналысайық деген оймен осы бір подкастты қолға алған болатынбыз. Жалпы негізі бізге көбінде айтатын, баяғыда КВН ойнап жүрген кезде сендерге кету керек қой дейді. Иә. Сендерге кету керек қой. Қаяққа десең, ана жаққа дейді. Нақты адрес өздері де білмейді, бірақ кету керек қой дейді. Бірақ бәрі оңтүстікті Алматы жақты. Иә, сол бағытта айтады ғой. Алматы, Астана жаққа қарай барсаңдар деген әңгіме ғой енді. Иә, ондай жоқ енді. Мотивацияны, рухани қолдау жақсы болды да ауылда. Сол енді былай қарасаң, ояқта танитынымыз болмағасын ба білмеймін. Енді қазіргі заманда, қазіргі таңда әлеуметтік желі деген жақсы дамыған заман. Барлығы өзіміздің қолымызда бар, мүмкіндіктер жетеді. Оның барлығын жігіттер, қыздар талай дәлелдеген. Иә, дәлелдеген. Сондықтан Алматыға барып, ояқтан бір нәрсе істеудің қажеті жоқ. Өзіңнің жаныңа жақын жерде, жаның тыныш жерде, өзіңнің жақсы көретін ісіңмен айналысқанға не жетсін. Риатаға мен сізге бір қосылып кетейін. Алматыға барып, 100 ринаттың бірі болғанша, Құрманғазыда бір ринат болып жүре берейінші дейсіз ғой да. Ақын деген осындай да керек болады бізге. Иә, сондықтан құр подкаст деп осы дүниені бастап жатырмыз. Айтып кетейік, YouTube-ға саламыз, подписать етіңіздер, каналға жазылыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Енді бүгінгі подкастымыздың алғашқы қонағы Думан Плаза мейрамханасының амбассадоры, Құрманғазы Ганшкүн тойларының, қазақтың тойы, Ганшкүннің тойы десең, бірден Нұржан елестейді. Осы Нұржанның сторис арқылы тойға барып келеміз кәдімгідей. Қара отырып, походу тост айтқың келіп кете ма ішінде. Иә. Алла сізге береке берсін, Нұржан брат. Таныстыруды қажет етпейді. Иә, таныстыруды қажет етпейді. Қош келдің. Өзіміздің ағамыз. Аманжан туған ағасы бұлай келген кезде. Иә, еще Аманжан туған ағасы. Иә, бірге келіп отырдық. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Құрметті мына бауырлар, бастап жатқан игі істеріңізге Алла разы болсын. Амин. Мына Аллах берекесін берсін тек. Неге жаңа айтып жатсыңдар ғой енді. Әр өңірден, әр ауылдан шығып жатыр ғой, бәрі таланттың бәрі. Ауылға да осы нәрсе басталып жатыр екен. Жігітке ниет жолдас дейді. Ниеттеріңіз тек қабыл болып, тек алға қарай өсіп, дамып, Құрманғазыны дамыта берейік. Рахмет. Енді бұл алғашқы бағдарлама, алғашқы подкаст болғасын, құр келген жоқпын мен. Арнайы сіздерге сыйлық алып келдім. Міне, түнгі студия саған. Бұл менен кейін де келетін қонақтарыма да дәстүр болып қалсын. Реклама болсын. Бірақ біз ештеңе бермейміз. Біз аламыз. Пока бір жылдай ол сөйден де құршықла дейді ғой. Орамал тон болмайды, жол болады дейді. Әмин. Есім сағынтай, сақтықта қорлығы жоқ деп өтсің ғой. Әрбір үшті таштай қыламыз дейді сияқты. Мен сыйлығымды алдыртайын, рұқсат болса. Қай қолыңыз ақ білер екен? Подарка студио. Сол қолым алып келеді. Оң қол бән жүрді. Оң қолың берген сол қолың көрмесін дейді ғой негізі. Әлекей. Бізде көп бұл сіздердің осы студияларыңыздың төрлерінде ілініп тұрсын. Мынау 3 жүргізуші. Кәнекей. Міне. Сарысы мен. ортасына шаш жоқ. Ерғанаты. Анау қарасы мен бар. Ерғанаты ат дейді ғой. Қанаттарыңыз талмай, тынбай, өнердің тек биігінде жүріңдер деген. Әмин. Рахмет. Сіздерге. Шыққаннан кейін айналысатын сен ғой арамызда. Шыққаннан кейін дәмін бар. Қораң апарып бәрі. Қойға қойыз, брат. Мына картинкілердің біреуін қасына қойып қойсай. Келесі қонақтарда қиратта осындайлармен толтырсын дейді. Амин. Рахмет. Отыр. Содан кейін дәміміз бар. Құйрық бауырымыз ұрдық қой. Ішіне кілеміміз бар. Жындап кетем, а? Енді брат былай ғой енді. Түнгі студия, қызық лайф деген сияқты жобаларға шақыра қоймаған бар пока да. Бұйырса бұл соған тойға да шақырмайды ғой. Алла бұйырса соған шақырсын деп жатырмыз Репетиция сізге. ғой. Жаңағы әңгімемен жалғап кетейінші. Нұрлан Қоянбаев ағамыздың бір подкастта берген сұхбаты бар. Сонда айтады, сізді киноға кастингке бардыңыз ба дейді ғой, короче. Ол айтады, кастингке бардым, бірақ мені ешкім киноға шақыртқан жоқ дейді. Сол себепті өзім кино түсірдім дейді. Бізді ешкім ешқайда шақырып отқан жоқ. Сол себепті біздер өзімізді өзіміз шақырайық, өзіміз көтерейік деп. Дұрыс, өте дұрыс. Осындай подкаст аштық. Қош келдің.
Бұл подкасттарың тек алға қарай өріп бұйырса сендер де кино түсіріңдер деймін ғой. Әмин. Қолдаймыз қолдан келгенше. Енді подкастымызға көшейік. Былай енді бағдарлама жобамыз еркін форматта. Андай сұрақ қойып, үйдегі Нұржан қандай, ставкаңыз қанша деп па? Ондай сұрақтар қоймаймыз. Просто бұл жерде адам өзінің басына өткен қызықты оқиғаларын айтады. Ол қызықты болуы да мүмкін, ол андай қиын ситуация болуы мүмкін деген сияқты ол басына өткен қызықты оқиғамен бөлісеміз. И заодно қойғысы келетін сұрақтарын жігіттер өздері қоя отырады. Дұрыс па? Енді саған түсінікті болу үшін мен бастап өзімнің бір оқиғамды айтайын. Короче, 2012-2013 жылдар. Баяғыдағы ода болды. Жастық шағы. Ана мынан нәрсені көп біле бермейтін кездер. Шамамен жасыңыз нешеде? 2012-13 болса енді 19-18-ден кетіп 19 лап деп тұрған шағым ғой енді. Былайынша айтқанда. Енді сол кез қаладамыз. Қалаға бардық. Атырауды көп білмейміз. Үйден шықпағымыз ғой. Ауылдан шықпағымыз. Ауылдан шықпағымыз. Сөйтіп енді андай позиция сол кезде мынандай болып тұр ғой. Ақылымыз болып тұр ғой деймін де. Үйдегілерден ақша сұрамау керек. Өз аяғымызбен, өз күшімізбен аяққа тұруымыз керек деген сондай позиция болды ғой бізде өзімізде мысалы. Сондай немен қалада жүріп жұмыс жасадым мен, короче. Складта грузчик болып жұмыс жасадым. Ана кисель оборудование, қазір біздер связь бар ғой. Соның оборудованиесін складтан береміз, темір тесектерін, короче, спискісімен. И мен өзім жасап жүрдім де, арада уақыт өткеннен кейін мен қасыма бір орыс келді, Дима деген. Атыраудың басы. Дима деген орыс келді. Сен өзің орысша оқыдың ғой. Мен білесің ғой. Ананың бір несі вообще қазақша түсінбейді анау. Сен орысша білмейсің. Вообще өзің бамен айтып тұр ғой, көрдің бе? Енді оны орысша түсінбейді. Енді қараш, проблема мынада екеуміз бірге жұмыс жасаймыз ғой еще. Мен анаумен сөйлесу керекпін. Еще екеуміз бір складта постоянно өмір сүреміз да. Мен анаумен сөйлесейін деп айтамын да. Сен Атырауда дүниеге келдің. Неғып сен орысша түсінбейсің? Атырауда өмір сүріп жатсың ғой, қалай солай орысша қазақша түсіну керексің ғой деп. Қанша дегенмен базы болады ғой. Базы болады ғой по-любому. Мен айтамын, сөйлемей-ақ қой жақсы, бірақ сен қазақша түсіну керексің ғой деп. Нет, я вообще не понимаю, потому что ары қарай орысша айтып отыр дейді. Мен вообще қазақтармен жүрген жоқпын дейді. Көріпсің ба? Проблема осыда дейді. Кілең орыстармен жүрген. Туғаннан. Нацизм бар шығар. Мүмкін. Сөйлегісі келмейтін де шығар, түсінгісі де келмейтін шығар. Бәлки. Короче, андай, мен андай 499 цифрларды айту керек қой енді. Айта алмайтын ғана ана. 99 году. Сосын бүйтіп айтам. Екеуің сөйлесіп алыңдаршы, біз былай тұрайық. 9 деп, короче, бөліп айтам. Мысалы, мынандай еді, білесіздер бір сөзіңіз бөліп жіберейін. Мысалы, орысша кітап оқып жатасың да, мысалға, она сказала в 1903 году деп бар, сол сияқты. Сондай болып кете береді да, короче. Жалғыз мен емес екен ғой, сондай надан болғанда бәрін сондай болған. Надан деп шли енді. Мына жерін андай қазақ ұлтын жақсы көрген сияқты деп қап-қарайып тұрса керек. Надан аман жоқ көрінбей қалса. Надандық деген біз қазақ ұлтын жақсы көрген сияқты. Мен бар ғой, дым қысылмаймын. Мен де ұялмайды. Содан қызық. Оның дым проблемасы жоқ. Содан қызық. Мен өмір сүруіме тапса орысша кедергі болып жатқан жоқ негізі. Но енді, короче, былай. И содан кейін бір күні әңгіме одан емес, мына жалпы нені түсіндіріп алайын деп жатқаным ғой, жалпы. Сонымен орысша проблема сондай болып жатты да. И бір күні мен зарплата алуым керек. Зарплата алатын кезде мен банкоматымды жоғалтып алдым. Бухгалтерге барып айттым, короче, мен банкоматымды жоғалтып алдым, восстановить ету үшін бір апта уақыт, бірақ зарплата түсейін деп тұр уже. Сөйтсем менің зарплатымды Диманың счетына лақтырады ғой, короче. Екеуің бір жерден ала қойыңдар дейді ғой. Хорошо деймін. Соны Димаға айтамын, мен осылай жаңағындай түсіндіремін ғой, осылай деп айттым, короче. Давай, хорошо, алтыда кездесетін болдық. Площадьта Казком банкомат бар. Мен Тайманттың бойымен кетіп бара жатырмын. Тайманттың бойымен кетіп бара жатырмын. И жаяу кетіп бардым. Сосын Дима звондады маған. Ренат, ты где деді. Ренат, ты где деді. И мен телефонды аламын да, бүйтіп жаныма қарасам, шіркеудің қасында тұрмын ғой, короче. И я это возле шіркеу дедім да, короче. Шіркеудің орысшасы білмейсің. Шіркеудің орысшасы есіме түспей тұр ғой ана жерде. Я это возле шіркеу дедім да. А это где дейді? Это шіркеу деймін.
вообще это где деп сұрап жатыр ғой енді. Миым дейтін вообще жасап жатқан жоқ. Миым тақандай рядтар жүгіріп жүр ғой примерно. Қалай еді деп. Это возле шіркеу деймін. Это где дейді. Тұрдым да. Мешіт дедім ғой, короче. Ты в мешите дейтін. Нет, ваши деген. Церковь дейді. Да, деген қалай. Ана машинаның ішінде 4 орыс болып тұр ғой. Ана громкоговорительмен сөйлесіп кетір екен. Ана 4 орыс шашылып қалған ғой дұрысынан. И мен қасыма келіп тоқтатты да, машинадан түсіп, 4-еуі жарылып жатыр ғой, короче. Сол өзге ұлттың несіне соның несіне бір күлкі болғаным бар енді. 4 орыстың біреуі аман. Жалпы орысша білмейтін қазақ баласының өлем негізі сол орыс тілден дая жейміз ғой көбіне. Сенің орысшаңнан басталып кетеді. Мен қызық оқиғамды айтайын. 13 жасымда нағашымның ауылына барамын, Астраханда тұратын. Астрахань? Қай ауыл? Астрахань, Ресей. Астраханда да ауыл көп қой. Астраханның ПМК дейді. Келешей деген ауыл. Солянка ма? Сол жерде тұрады. Солянка, біледі ғой. Бірінші қылы білесіңдер ғой. Соған сүйістірен күн бар, нағашымның қызы, екеуміз жаңғыр доспыз. Марқұм болып кетті. Ол да 13-те. Иә. Сол паркқа алып барды мені, ілестіріп бірге. Ол парк 2 үйден кейінгі паркте. Соған ойнап жатырық бәріміз. Енді мен ана орыстардан қорқып жүрмін. Ана жерде дейтін әр нәсілдер жоқ енді ана жерде. Цыгандар да бар шынында. Тол жүр. Балалар ойнап жатыр. Талпа. Саған енді кілең орыстар басқалдық болып көрген болады. Сол ғой енді қызық қой жас бала. Бәлки шынымен де ол болады ондай. Бірінші рет барып тұр ғой. Айтайын дейсің де. Жоқ, қарындасым кетіп қалды. Мені тастап, сол горкаға тастады да кетіп қалды. Жоқ болып кетті, таба алмай қалдым. Өзің достарың кетіп қалған ба, орыс достарың? Білмеймін енді, үйге кетіп қалды ма, су ішуге кетіп қалды ма соған. Біреуге жақындап тұр, сап-сары орыс. Сколько лет дейді маған? Болды ғой, сол жерде қалды ма? Сол жерде басталып кетті ғой. 13-ті қалай айтатын еді? 1 деп алдың ғой да? 3 деген білем де. 1-3 мен болады. 30 лет дедім. 30 лет. 13 дегенде 30 лет деп атсыз. 30 дегенде ясно деген қалай. Сенен шаруа түсініп. Енді мен ана жерде енді өшім шығып кетуім керек қой артқа қарай бүйтіп жан-жағыма қараймын, қарындасым жоқ. Жайлап бүйтіп басып батырмын ғой парктың есігіне қарай. Ты куда дейді маған. Я пойду, я спит деген қалай. Спит қалай, я спит еще. Алла сақтасын. Сол орыс тілден шығып жатыр. Сондай бір қызық оқиғам бар. Енді мынадан шығатын түйін, бір нәрсе айтайыншы. Мен Стамбулға бар, ағылшынша білмеген вообще қиын екен. Ана жақта түріктермен біздер мимикамен сөйлестік қой. Былай келген кезде бүкіл түрік еліміз деп жыртамыз ғой өзіміз бір жерімізді. Анаған түсіндіре алмай жатсың да сен керек нәрсеңді. Саудаласып бір костюм алып жатырық. Түшіш дегенде түсіндіре алмай бүйтіп қой. Деп маймыл болып тұрық та. Сол кезде мына нәрсе есіме түсті маған. Мұғалімдер кезінде мектепте дейді, ағылшынша оқыңдар, керек болады деді да. Сол кезде мен маған не үшін керек? Мен Қазақстанда өмір сүремін, ағылшынша сөйлеудің қажеті жоқ қой деп. Ана жаққа барған кезде сол кездегі айтқан мұғалімнің сөзі өзіме қайтып кетті да. Бұны мен не айтқым келіп тұр? Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген дейді. Тіл білген деген ол жаман нәрсе емес. Қайта саған пайдасы көп тиеді негізі да. Осы жерде қорта кеткенде мынандай әңгіме, короче. Енді сіздер жаңағыдай, сіз Астраханда болып қателескенсіз, сіз жаңағыдай Түркияда жүріп тіл керек деп жатсыз ғой. Қазақстанның ішінде жүріп қателесетіндер көп жағдайлар бар, мысалы ше, сіздерге айтайын ба. Қазақстанның ішінде жүріп қараңғы болуға сен ешқандай кедергі келтірмейсіз. Жаңа надандық деп қалдың ғой бір сөзіңде. Негізі надандық емес ол. Просто біз ауылдан шыққан балдармыз. Ол қолапайсыздық дейсіз. Сондай бірдеңе. Қазақстанның ішінде жүріп, Россиямен ешқайда Түркияға бармай ақ қойдым. Просто Қазақстанның ішінде жүріп ақ бар ғой. Қазақстанның ішінде жүріп ақ бір қарайып қалудан ешкім шектемейді ғой сені. Мынандай бір жағдай болды. Студент кезімде Орал қаласындамыз, общаға жатамыз барлығымыз. Енді жан-жақтан жиналғанбыз, бүйден естіп қой. Яғни Қызылқоғанның жігіттері бар, жаңа Атырау облысының ғой, Индердің жігіттері бар, Ганшикин, Құрманғазының жігіттері сөйтіп біріміз Атырау болып сес болып бірге жүреміз. Қызылқоғанның бір баласы ғой. Қыттай ауылында өсіп қалған болып тұр ғой. Қызылқоғанда бір жаман аудан деген сияқты не емес менде мына жерде. Просто мен сияқты мен бірақ кішкене где-то қалаға келіп көргенмін бір. Өзіміз сияқты аудан ауыл ғой енді. Сондай жер ғой, бірақ ана бала действительно бір нәрсені
түсіне алмай түсініп тұрсың ба? Содан короче бұған Бүйден институттың общагасіне шығып, Бүйден институттың алдында общага, сосын жаңағыдай не бар, остановка бар. Остановкадан короче мамасынан сұраған ғой. Мамасы айтқан апаңа соқ, мен жаңағыдай мынадан группаластармен кездесу үшін жаңағыдай универмаг деген жер бар, соған баруым керек, нешінші маршрут жүреді деген ғой. Сол кезде апасына соқ деген, апасына соққан апасы айтқан ғой, 22-ші деген маршрутқа мінесің деген ғой, короче. Ол ойлаған Якова Осы сыртындағы цифрда жазылып тұрады, мысалы бірінші маршрут, мысалы пятерка дейді, 5-ші маршрут тек қана түсінсе, ол өйтіп ойламаған. Жаңа қызыл қойған дос балам. Ол ойлаған, короче, бір маршрут келеді, кетіп қалады, екінші маршрут кетіп қалады. 22-шіге тоқтаған маршрутқа мен мінуім керек деп, короче, санағанға отырып алып прикинь. Кешігіп баратыр ана жаққа ше. Отырып алып 22-ші маршрутқа дейін санағанға. Сөйтіп 22-ші маршрутқа келген, 13-ші маршрутқа мініп, короче, Круглозерный деген бір ауылдан шыққан ғой. Орыстардың жері барса кам шошқа дейді бар ғой, дым түсініксіз шошып кеткен ғой, түсінсің ба? Сөйтіп маған телефон соғып тұр ғой, дос, осындай жерде Круглозерныйға кетіп қалдым, білмеймін, мен алып кетші деп жыларман болып шошып кеткен ғой, адасып қалған түсінсіңдер ма? Сондықтан да мен ойлайтыным бар ғой, тіл білмеген ештеңе емес, Россияға барып адасқаның, кішкене бір Түркияға барып адасқаның бір өзінше бір мәртебе сияқты негізі бар ғой. Сондықтан Қазақстанның ішінде жүріп қараңғы болуға ешкім шектеу қоймайды екен да. Сол сияқты болып тұр ғой, осындай әңгіме көрдіңіздер ма? Сен айтып отқан ауылының өзі орысша болып тұр ғой, ауыл қазақтың жері. Россия Оралда сосын бағана басында келістік қой бізде, Аманжан болған жоқ ол кезде да. Не деп? Біз күлеміз дедік қой да. Мен историяның бәрінде барсақ. Что-то бір жерден көрген сияқты, естіп отқан сияқты болдыңыз ғой. Мүмкін қызық емес бар, действительно, қызық история болса күледі ғой. Короче, ішінен күліп сіздер күліп отырыңыздар сіздер. Мысалы андай ғой, действительно бар ғой, мысалы өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген әңгіме келген кезде ғой. Жаңа брат не ғой, былай ғой, обязательно ол күлуде емес, сен айтып отқан историяң ол күлкілі болмауы мүмкін. Сен қараңғылық туралы сияқты ауылдың кішкене бір балдары үйреніп кеткенше сондай қыз оқиғалар көп болды. Жоқ, бұл оқиғамен оның үстінен күліп жатқан жоқ. Ауыл дейміз ғой да, ауылдың балдары да өзіміз ана айтқан. Сендер үшеуі маған ауыл емес қойсыңдар ма? Біздер не сияқты да, типа біз екеуміз барғанда да ауылдан келгеніміз көрініп тұр. Өзіміз солай рамки таға береміз. Проблема сода. Басқа жақтың ауылдың болмаса барлығы да ауылдан шыққан ғой енді былай қарағанда. Өзіңізді ұстаудың орнын. Тәте, сіз бір айтып жіберейін ба? Тәте, сіз жаңа ше өзіңіздің рамкаға тығуыңызды, бетіңізді бояғаннан бастадыңыз ғой, білесіз ба? Өзіңіз тығып жатсыз ғой рамкаға, бетті бояды. Бетіме детский крем жақтым. Бояды, отырып алуың керексің ғой, болды, бетіңді бояп жатыр деседі ғой, жақсы кесіп береміз бәрін, давай айта беріңіз. Так көріп тұрған бар бояған бәрі. Тәте, өзіңізде бір қызық оқиғалар. Мен қызық историям басқасында постоянно Ринат болады ғой, Ринат жоқ кезде айтайыншы. Сосын звондап маған айтып қояды бәрін. Не? Мен тыңдайын жақсы. Су ішіп отырыңдар, ганшикінге шөлдеп келсең су бермейді дейді. Самал келесі съемка керек дейсің. Короче, мені неге кіргізбей алды, короче. Оң қолмен шейін десем, мынау ыңғайсыз болып тұрды. Құрдастарымыз бәріміз бір неге бардық, короче, кафеге, ресторанға отыратын болдық ауданда. Арсен дейтін кафе болды. Құрманғазыда осы ганшикінде. Құрманғазыда. Арсен дейтін бес. Ол кезде зажигай. Қазір балдар ойнайтын болып кетті ғой, ол кезде. Ол кезде сондай забегалкалерді 11 оқиды сияқты, 11 бітір. 10 оқимыз. 10 оқимыз. Не күлдер өйтіп 10 оқимыз. Сен 11 оқисың, сен 10 оқисың. Мен оқимын, я, сен 11 оқисың. Мен 11 оқимын, бәсе мен бір жыл жоғары. Короче, 7-8 біледі. 7-8 бала кірдік. Именно мені кіргізбей қалды ғой. Оқушысың деген қалай андай бит. Деген қалай дейді, негізі оқушы па. Оқушың бойың құттай дейді, короче, сен. Бойың құттай ғана көп зардап шектің дейсіз ғой. Содан көп зардап шектім. Мысалы, қазірдің өзінде де барған жерде 18 сұрайды, 21 сұрайды ғой. Темекі сатпай қалатын кезде де осы жерде есіме түсіп тұр, короче, екеуміз 22-нің үстіне кетіп қалған уақыттарымыз ғой. Қалаға барамыз, короче, супермаркеттің ішіне барып, Анкор бар қасымызда. Анкор деген дос бала Мұрат қой. Сол үшеуміз барып, жаңа нені алып жатыр, пиво, анау-мынауларымызды алып жатыр ғой, темекі деген сияқты. Мен ішпеймін. Жоқ, басқа кісілерге алып беріп жатыр. Сен ішпейсіңдер. Екеуіңдерге алып беріп жатыр. Екеуің ішпейсіңдер ғой да? Екеуің ішпейді екен ғой. Анкорға алып беріп жатыр. Мүлдем. Сол, короче, Анкор жамағатты құтсамыз ше. Анкордың қолында пышақ. Короче, айтайын дегенім мынау ғой, не дейді, 21 бар ма сендерде деді ғой. Мына өзінше әлді андай болып, армияға барып келген арасында ЗАП бірдеңе дейтін жазу бар ғой. Бүйтіп көрсеткен. Анкор бүйдейді ғой, деп кетіп тұрса.
ана жерде Еще кассир кетіп қалса шашылып деймін. қалды Еще кәдімгі кетіп қалса еще бүйтіп кетіпті анда кетіп қалса дейді Тәте сосын айта беріңізші ары қарай жаңағы бардыңыз сосын В общем, до конца кафеге кірместен құрдастарымды есік алдында күтіп отырдым. сол кезде күтіп отырады ғой шынымен телефон Енді машина, бір машина болды. машинада кетіп қала алмайсың былай дейсің возможность жоқ кезде Сырттан. Қарап, сыртқа жейтін пейтін бірдеңелер алып келген жоқ па саған өз қитып жатыр. оны тыртырады Бұрыштан ұйықтатып отыр қой. ұйымдастырып беріп жатыр ғой сөйтіп оны ақыры не дискотека көрмей кеттіңіз дейсіз ғой Шаған бойым өспей қалды. қалай енді түйенің ұзыны көпірде таяжиды дегендей енді бойдың ұзындығына қысқалығынан кедергі болған жер өз алдына ғой пайдалы жақтарын айтып беріңізші десек Пайдалы жақтары маршруттағы приколдарыңды айтшы маршрутта приколдарым бар айтпақшы. Бір қызығы бар, сол бойдан бой туралы бойдалар короче, маршрутқа мінбеймейді мен қалаға барғанда бар ғой. Анадан істей алмайсыз ғой, короче. Ана бар ғой. Ана қасында ана сидекілерді ұстап аласың. Болмаса адамдардан бүйтіп ұстап аласың, короче. Бертек қол, сосын рядтан қолсын бірден соны қай жерге дейін барамыз. адамдарды ұстап тұрамын Мен басында, короче, қалаға, мен шыны керек, қалаға 11-ші класс бітіргенде бар ринкада. Да, жоқ, мынар бітіргенде бірге мынар оқуға тапсыруға бардым, мынар бірге ілесіп кеттім, короче. Қалаға бардық. Соны екеуміз айттым, осындай жерде туысқанымыздың үйі бар, барып қайтайықшы, короче, адресі Алмагүлде. Екеуміз бардық, сосын жаяу ғой жаяу ғой. жай көрінді Бірақ жақын. Барған жеріміз жақын бар ғой. ауылға жақын ғой негізі Ауыл емес, родной, қалада, Ауылға бізге жақын жақын ғой. ғой. Бізде жүріп тастаған. Соны алдында мына айттым, барып қайтайық. Сосын қайтарда мынау айтты. Бұл туысқанымыздың үйіне барып қайтайық деді. Қай жақ дедім? Алмагүлден старый аэропортқа Старый барып аэропортқа дейін. жаяу Арғы өттен еще жаяу еще жолшыбай дейді, маған айтады. Жолшыбай дейді ме? Жолшыбай үйіңнен соқпа. алдап тұр ғой мен короче айттым сөйтіп жаңағы барып кетейікші Аманжан білмейді. мынау дейді тасташы үй жаққа барайықшы деді иә барып қайта қояйықшы дедім бармаймын мен деді жақсы үй жаққа апарып тастайын ба дедім иә деді кеттік дедім де бастым жаңа жаққа әңгімені сағамбырлатып қойып кәдік қой короче мосттың үстіне шығып отыр концентральный мосттың үстіне шығып отқанда бүйтіп қарады да бағана мынандай жол болған жоқ қой дейді бағана мынандай жол болған жоқ қой дейді да бағана мосттан өткен жоқ қой потому что Жақын болды барғанда. жүр деп жаңа бой туралы ғой мынау шаштаразға барып отыр мен қасында шаш қиып отыр қалада и отыр шаш қиып отыр сосын шашын алып отқанда ана кісі бүйтеді қыз ғой әйел адам иә вокзалда динаның ішінде деп қойыңызшы білмеймін бір жерде қалаға тойға келдік қой. қиып отыр да бүйтеді сен бала қозғалмай отыршы деген аяғым жерге жетпей отыр деген ана кісі қолында машинкамен бар ғой қарқылдап тұр да мен айтамын апа ақтас жоқ па ананың аяғының астына қойып қойсаңыз сен бала вообще шығып кетші мына жерден деймін ба иә шаштараз Концовка шампунь сұрап, орамал сұрап. екеуіңде емес пе сол ана базарға барып кеды ма бірдеңе алу керек болып тупли ғой туфли ма 41 деп сен сұрап жүрген апа 37 бар ма дегенде 36 36 бар ма сен бір детскийден қара дейді ма келді жоқ бүйтіп Таманжанға ма рият сұрағың апа 41 бар ма мынандай болып деген тұр ғой бүйтіп құттай туфли тұр екен туфли іздеп таба алмай жүріп мынаған екеуміз жүріп бар кілең үлкен мынаның размері жоқ сосын бір кішкентай туфли тұр еді аманжан осыны киіп қара да сен дедім машина да тау енді осыны кимейтін болармын деп бар ғой әлдаған деп оған соны алған қалай соңында басқа туфли бар вариант жоқ дейсің ғой вариант жоқ соны кисе аяғында ана толық адамдар айтады екен біздер үстімізге сыйғанын киеміз сіздер қалағандарыңызды киесіздер деген сияқты сол сияқты болып тұр ғой да негізі да бір сондай бір кішкентай жерде қиналып ертең өсесің бұйырса енді өмір болған соң сондықтан бір ай киім шығаратын завод ашып аламын ба деп отырмын. бұйырса оны бәлки болсын 20 размерден 35 размер. сол кезде қиналған нәрселерің де ауыр нәрселерің қазір қызық болып көрінеді ғой адамға мысалы деймін да кез келген нәрсе солай көрінеді иә негізі деймін бір проблема болып тұрады сол ертең күндер өткеннен кейін адамға уже қызық болып енді брат айтылады әрі қарай подкастта той туралы қызықты оқиғалар енді тойда көп жүресіз тойда неше тойда енді қызық көп қой тойда дейтін қайсысынан бастасақ болады брат осы мен бір сұрақ қойып жіберейін ба короче жоқ ставка емес короче мен мынандай таңбаларды түсінбеймін жігіттер короче бүйтіп жазып қояды жаңағыдай мысалға бір әулет толығымен өздері назарын бұрады мысалы Нұржан аға тамады ма Нұржан аға назарын бұрады да бүкіл әулет уайымдап осы той Нұржан аға сеніп береді ал өстік мысалға 31-іне деп та
береді. Сөйтіп бір июль айларының орталарына қарай Нұржан аға келеді да, статусымен инстаграмына салып қояды. Августтың 31-іне деп хабарласқан той иесі хабарласа қойыңыздаршы, нөміріңізді таба алмай қалдым дейді. Былай келген кезде бүкіл әулет, мысалға Беріштер әулеті Нұржан ағаға сеніп отыр, 31-і келеді ғой деп. Сонда асабалардың бұл несі сонда аға? Телефон экран сындырып алған бар. Случай болады. Мысалға ана мен осы нәрсе. Пантовать ететіндер бар. Мысалға бұны осы напонт алады. Бүгін Қуаныштан кешке Ақтаудамын дейтін бе? Менде мынандай болады мысалы. Жолда жатырсың мысалы. Біздер екі ортада көп жүреміз, Атыраумен Қормаңыз. Жолда жатасың, сөйлесіп жатасың да, сосын жаңа жасық қоя қойшы. Келісесің ғой да, келіскен жасық қоя қойшы дейсің де. Мен сразу аламын да, мысалы мен музыкантым Аманжан Еркебұлан, сосын видео операторым Ризабек бар. Аламын да, төртеуміздің неміз бар мысалы. Чатымыз бар. Мен соларға аламын да, мына 22 апрель той осындай мейрамхана деп жазып жіберемін. Номерін сақтамай қалады. Ол мен уже, бұлар жазып қояды ғой, мен алаңдап кетем да. Ол әр адамда әртүрлі жағдай ғой, мен өз басымдан айтып отырмын. Сосын кейде анандай жағдай болады. Сосын жаңағыдай енді ана кісімен келіскеннен кейін бұрын дейтін болады, мысалы, или бір уақытын сұрай алмай қаласың, обед пе, кеш пе, мысалы, білмейсің. Сосын сол күні саған той соғады. Біздікі обедте дейді. Сосын кейбір қыз ұзату тойлар болады да, обедке үйлену тойлар, обедке жасайды. Сосын ана кісіден білейін десең, номері жоқ. Көрдің ба мен? Сосын мен ананы іздеп таба алмаймын ғой. Сол кезде мен инстаграмға салам. Инстаграм салған нәрсем менде анандай осы жерде айтып кетейінші. Бір құрдасым айтып еді, сен инстаграм қарап болған деген статусын қарасақ тап сол қайтып шығып тұрады деп. Мен инстаграмға салсам, сол инстаграм салған нәрсе статусыма түсе береді да. Күшті екен де. Серьезно. Реально мен білмейді екен білген. Жоқ, настройкада андай подлец етіп тұрады Фейсбукқа. Сондай телефон. Отырмайсың бөлек-бөлек салып да. Ондай емес. Оны заказ бересіздер десе. Соны мен реально білмейді екен. Мысалы мен инстаграмға салған историям Фейсбукқа түседі. Той деп жатып қой да, жаңа шашылып қалған тойың болды ма? Музыкантың шайып кеткен. Ондай тамадалардан қатарынан емеспін дейтіндер бар ғой. Анандай болды. Шашылып көрмеппін. Менде анандай болды. Жоқ, мен шашыласың, любой адам шашылады. Жоқ, шашылып көрмеген тамадалар бар екен. Болар ондай. Мен әркім үшін. Бар ма екен сол? Олар әлі тойға шығып көрмеген. Тойда отырған. Анандай болды. Еркебұлан дейтін музыкантым бар ғой, звукач. Қайсет ол? Ең бірінші Аманжан алып келді тойға. Мен ол кезде қалада жүремін тойда. Аманжан деген мен. Сосын Аманжан айтты, Аманжан бір жұмысы болды ма, короче, мынау сенімен ойнайды. Нормально, дайындап қойдым деді. Мен де талай алдап жүрген. Жұрт Еркебұлан деп айтамын ғой, сол кезде әншей фото шығарып қойшы. Еркебұлан Еркөш па біздің? Еркөш. Құрдасың. Сен құрдасың. Сол ол кезде андай уже қаладан келгесін өзгешелеп бірдеңелер алып келеміз ғой енді. Выход дейтін ең шығып жатыр. Ана ортаға тек осындай жаңа Беріштердің той құтты болсын деп атып жазып музыка жүреді де. Сосын ассалаумағалейкум деген өлеңмен бір куплет қайырмасымен выход жазып алдым. Мынау запистерін бәрін беріп қойған ғой Еркөшқа. Еркөшқа беріп қойған. Не болды? Сырттан жамандайтынымыз бар еді. Соған дейтін. Мынау Аманжан қойып кетеді, мынау сықитады, айырады деп давай. Сосын мына айтам, выходты қосасын. Алдарыңызда Есенберіштің баласы Нұржан деп выход басталып кетті. Ауырда атып шыққанда ана өлең басталып кету керек қой. Өзім айтатын өлеңім ғой сөзімен. Алтта Нұржан дегенде музыкамен бүйтіп шыққанда музыка өшіп тастады ғой. Жоқ. Сосын выход тойдың басы ғой, короче. Шіріп кеттік. Дым жоқ. Содан бастап мен айтатын выходтың дайындап алып келіп тұрған, қаладан алып келіп тұрған выходтың жоқ. Анау до конца естімеген ғой. Еще алғаш рет айтайын түсті соны. Жоқ, ол білет. Оны бір екі рет айтып жүрдік оның алдында, Аманжан білет. Ол айтпағансыз. Еркебұланға тастап кеткен ғой солай. Мынаны қосасың басында деп. Алдарыңызда Есенберіштің баласы Нұржан дегенде бүйтіп шығып жатам да ортаға. Андай кам бүйтті. Күшті оқып жатырмын ғой. Ассалаумағалейкум. Ол жерде ешкім қол соқпай ма бірдеңе ойша. Проигрыш күшті ғой. Өртенетін кезде сондай болып содан бастап өртендім де Еркебұланға бүйтіп бір қарадым. Ол басынан от. Еркебұланға назданып қарадыңыз ба? Сосын мен айттым, мына запись бүйтіп жүріп жатқанда бүйтіп көрініп тұрады ғой сол. Жалғасы бар екен білмейді жаңағы. Ана Нұржан дегенде бүйтіп шықтым да, ана жерде өлең бастап кетті. Әрланайнан елім деп бастап кету керек қой. Қоспайды мен күтіп тұрмын ғой еще. Еркебұланға бір қарадым, үндеген жоқпын. Аманжанға тек тосып беріп жадым, Аманжанға жаздым. Кел, өзің кел. Сол тойда Еркебұланмен бастап шірідім. До конца шірідім ғой сол тойда. Керек нәрселерімді, мысалы, қосады, мен үйреніп қалғанмын ғой, мысалы, қосады нәрселерді қоспайды. Бірақ енді шүкір қазір.
қазір қосып жүрмін. ол наоборот маған шәкірт қосады. Сен былай істе, маған поддержка беріп жібереді, мынандай істе. Сен брат, сен постоянно тұрып не істейсің, кішкене билейші деп билетіп үйретіп жүрген мен Еркош. Сөйтіп мен ойнадым ғой сол Еркошпен. дегенде Еркошпен ойнадым ғой мен. Еркош туралы әңгіме көп, негізі айта берсең кете берсең. Жаңа той шашылып қалған той туралы кетіп жатыр ғой. Еркоштан ба? Шашылып қалған тойдың түрі менде болды. Еркош шашқан ғой бәріміз басында да. Талай шашылып қалған тойлар болды. Айтайын ба? Айта. Жаңа шашылып қалған тойымды айтайын. Той туралы болатты ғой әңгіменді. Сол Еркебұламен ойнап жатсың. Жоқ, Аманжан екеуміз. Аманжан бастап аппаратты аннан-мыннан сұрап алып, андай пищалкасы бар, колонканы алдыға қойып, динамигі жоқ, колонканы артқа қоятын кездер бар ғой. Үлкен той алдық. Үлкен той алдық, короче, полный зал, ана тойға адам сыймай жатыр еще. Кәм сондай болып жатыр да. Мен үлкен тойларды бастап басқарып жатқан кезім. И прикол мынада. Биташар болып жатады ғой. Колонка өртеніп кетті, короче. Өзіміздің өпірім деп апарып тұрған колонкамыз ғой. Колонка өртеніп кетті. Колонка жоқ қой. Бір колонкамен бет ашылып жатыр, короче. Анау сарайдың ішінде шығып тұрған. Анау андай болып жатыр деңізші. Үйдің ішіндегі құдалықтар сияқты болып жатыр ғой. Үйдің ана колонка жарайды ғой деп мынандай кішкентай ана атын еді. Есік жауып тастап сыртынан тыңдайсың. Сондай дауыс ЖБЛ өткізіп өтетін. И мына жақта Аманжан дейтін вообще кәм түрі фиолетовый болып кеткен уже. Басқа Аманжан дейтін. Қасына барсам. Негізі мен елестетіп Аманжан қалай жүретін. Мың тоқтамайды ғой. Айттым дейді ғой. Қайта-қайта шығып жүреді. Айттым деп соғады ғой, айттым деп соғады. Айттым дейді ғой. Айттым саған. Деп тұрып кетіп жатыр, короче. Енді мен мынаның несіне кіріп кетейін десем, мына жақта мені 600 адам күтіп тұр. 600 адам. Не анбай той ғой енді анау. 600 адам. Еще сыймай жатыр адамдар дейді ананың ішіне. 2 колонка ма, бізде 3 колонка ма, бір. Ол кезде барын құрып жатыр, короче, біз сондай. Ертеде ғой ол. Сосын ертеректе короче, колонка өртеніп кетті. Енді анда-мында звондап районның ішіндегі бір баладан колонка алдырдық. Ол да бермейді ғой да. Сұрап алдық, айттық, короче. Ойнап жатыр, той ойнап жатыр әлі. Анау үстінен колонканы алып келді, қойды, короче. Уф, колонка келді ғой деп қойып, әрі қарай жалғастырып жатқанда. Сол алып келген колонка қайтып өртеніп кетті ғой, короче. Жаңа сен айтқандай ғой, бір шірсең, бір болмайды. Адамның бір нәрседен жанып кетсе бар ғой. Кетеді сені бар ғой. Уже той халық бағынбайды. Тостым толып тұр әлі. Уже шашылып жатырмын да, бір кісі келді ортаға. Ішіп алған ғой енді. Чикам дегенші дейді. Беймә бірден жіберді, билейікші деді ол. Брат, күтте тұршы, құттай тосты бар әлі, беріп алайыншы десем. Бәрі сен жамандап жатыр. Еще билейді. Бәрі бар ғой, бәрі саған басып тұрады. Бейте, сен басқармай қойшы. Не істеймін, болды ғой. Әлі басқарып жатсың еще. Болып жатыр әлі той. Еще билей ма, бір апа билеп алып. Музыкалар нашар дейма шығып жатыр. Ондайлар бар. Енді до того сен содан кейін тамада болғаныңа өкініп қаласың. Ортаға шыққан болды, мен ана тойдан кейін бәрінен ол мүмкін емес қалды. Ақшасын аласың ба бірақ? Аласың ғой. Алып аласың енді. Барынша енді абыроймен шыққанды алайсың бірақ. Сен хозяин бірақ по-любому бір адам ол кезде хозяин сенің шаруасы да болмайтын да шығар конкретно. Хозяин сені қалап тұр, инат басқарсыншы. Жандай есеп-тесеп келгенде айтып жатады ғой. Той қалай болды деп бізден сұрайды. Апа ертең дисктен қарайсыз деп бар ғой. Сондайды айтатын болдық. Сондай болған шірген тойлар. Мысалы андайлар тойдан шығады. Бір тойдың дискісін жоғалтып алған тойлар болып бар ғой. Қойшы. Бірақ мен оператор емеспін, айтпай ақ қояйын, кетсіздіңдер. Операторларды кетіп операторлардың жан-жарасы ғой. Той болған жерде енді көпті айта берсең оған уақыт жетпейді ғой. Көп қызықтар, ол клиентпен жұмыс жасасың, әртүрлі адаммен кездесесің ғой сен, әр мінезді адаммен. Андай күшті жадырап қалатын. Мысалы, идеальный той қандай той сонда? Идеальный той кішкентай бір шағын жақсы. Идеальный той қандай той? Чем қателеспеді? Келген 300 адам ба? Сол 300 адам осы жерде айтып кетейін ба? Отырып, айтып кетуге бола ма осы жерде? Айтып кет. Ана сыйлық береміз ғой қонақтарға. Біздер мысалы 300 адам шақырып отырып па, қонақтардың бәрін бірдей көрейікші деп айтқым келеді той иелеріне. Неге деші? Бір-екі адамдармен солмен сөзге келіп қалғаным бар мысалы. Мына сыйлықты дейді. Төрде тұтқан бәкеңе бересің. Ана отырған сары көйлекте отыр, или мына құдаларға коллектив келеді.
мына баланың коллективі алсыншы, осыны берші дейді де. Кішкентай сыйлықтарды, мысалы, көршіге, ағайындарға бере салады. Карттай кім ана, Самат кім? Мен ойлаймын, уже ана жерде бәрі құрметті қонақтарың ғой, сенің келіп отқан, сенің тойыңа ақ тілегің, ақ жүрегіңмен келіп отқан, бәріне бірдей қараған дұрыс болар деп ойлаймын. Бар. Түр-түрі бар ғой енді. Жамандамаймыз, енді жұмысымыз ғой, бірақ жұмыс болған соң әр нәрсені көріп батырық қой. Бірақ енді біздің жұмысымыз сол адамдардың ығына қарай. Жаңағы ол адамның планы басқаша шығар. Мысалы аға, көріңіз, шоты бар шығар өзінің. Даже біреу айтқан Ринка маған. Мені қайын жұрттың тойы, бұл мен мақташ деп. Ең әдемі той бар ғой, мен сендерге айтайын ба? Атырау облысы бойынша ең әдемі, ең ұзақ, ең көп болатын біздің Құрманғазы, білесіңдер ме? Бірінші күннен демалыс күнге дейін. Алла шүкір, босамай даже Атыраудан, Алматыдан даже звездаларының бәрі осы біздің Құрманғазыда жүрген жоқ па? Думан Плаза, Шаңырақ, Жетіқазына бәрін қопарып отыр деймін да. Біздің Гәншкінің халқы. Думан Плаза мен Шаңырақ, Жетіқазы шүйен сан. Гәншкінің халқы бар ғой, той десе бар ғой, той десе бүткіл шаруаны. Сосын көбісі бар ғой, біздің Гәншкінге тойға келуге ойланып келеді. Сіздердің халықтарыңыз тамадың несін басқаша бағалайды, қарайды. Даже достарым да айтады ғой, мына апта сайын қалай жүрсіңдер. Сосын сендерге риза боламын дейді, Атыраудың көп тамадылар ше. Сендер өздеріңнің тойларыңды сыртқа көп бермейсіңдер дейді. Өздерің басқарасыңдар. Өздерің басқарасыңдар дейді да. Мен айтам, ол кезде айтқан кезде. Ол кезде ставка 15 мың. Мен айтам, бары 15 мың, 10 саған ал деп береміз көке. Өмір сүруіміз керек біздің де деп. Анау ғой, Ринка, естідің ғой сен? Біреу тосты айтып тұрып, соңғы жағында. Атқа дүние лақтырып тастаған ғой. Естігем. Ал ардақты ағайын, ақ тілегімен қоса шашуын шашып кетті дейтін. Тілек айтып тұрып микрофонның үстінде де. Тост айтып тұрып походу қыш. Той болған соң түрлі қызықтар болады ғой, бірақ енді. Соңынан ал деп бітірдіңіз. Ақ тілегін арнап сосын не шашып кетті. Ал ағайын, ақ тілегімен қоса шашуын шашып кетті. Шашуын шашып кетті. Самат тұры, Самат бір тойға барып тұр дейді. Үшімде кіргізетін қыздар келмей жатыр ма, үшін құдалар келіп тұр. Мынау да пәтері кіріп, баста құдалар келіп тұрген. Ақ шашу. Қайда шашу дейді. Ақ шашу дейді. Несі ауызға тым күлмей қалады деген жаман нәрсе ғой. Сәкең енді өзінің жүрген сөйлегендері өзі қызық қой. Сәкеңде қызық. Ол бұйырса келеді. Сосын қозайын. Сәкең ойын ойнатшы дегенде қазір енді жастарда андай ойын шығып кетті ғой, адамдардың әріп құрастырады. Иә. Самат тұрып не ойнатам деген ғой. Ана әріпті ұйымдастыршы деген ғой. Сол үйдің қызы ма білмеймін енді, мен естігенім ғой. Мұтқатын ба ойлайды. Орта ашып бұт қоп, алағайын отындар. Сіздерден сөйлем құрастырам дейін. Сөйлем құрастырам сіздерден дейді. Сәкең негізі айта берсең әңгімесі көп қой. Әңгімесі көп оның айта берсең. Сәкең бір бітпейтін тұлға сияқты. Живой анекдот қой. Живой анекдот действительно. Шынайы анекдот. Бұйырса келеміз ол кісіге де. Бұйырса мен алдағы осы сұхбатта нелерде қызықтырақ болу үшін сол Самат ағам бар, жаңа Анкор бар, біздің Ернар досымыз, Нұртілек бар мысалы. Енді мынау сен бағана басында айттың ғой, бұл тек қана тойда жүргендер емес, ауданымыздан шыққан әр неде жүрген мысалы да. Болашақта әкімдерді шақырып қаларсыздар деген сияқты ғой. Бұйырса, бәлки туындымыз бастап отыр енді Алла қалап. Абырой болсын, тек шаба беріңдер. Соңына келіп қалған жоқ қой. Кино жоқ. Бізде не сағат болып отыр қыздар, жігіттер? Жоқ, 1,5 жас бізек, сосын кесетініміз бар, әрі берісі бар. Енді, давай. Енді тойдың тақырыбынан ауытқиық. Басқа история айтайық. Елімізде той болсын тек болды. Алда тағы да асабалар кетті, әлі той тақырыбын көтереміз. Біздің Құрманғазыға не керек дейсің? Мәселе, үлкен мәселе қызып біткен. Бұйырса игровой. Давай, короче, басқа историяларыңды естеріңе түсіре беріңдер, походу мен қазір есіме түсіп тұрғасын айтып тастайын деп жатқанмын. Айтса. Тоже жаңағы ары қарай кетеміз. 2013-тердің уақытына кетеміз. Қалада өмір сүріп. Баяғыдағы болды. Маған баяғыдағы 13-те көке сен қаяқта? 13-темін ғой, 13-темін. Көке сен танымаймыз ол кезде. Танымайсың ба не?
танимын ғой деші сырттай. Жақсы айтып Я хорошо, короче, сол уақыттар қалада өмір сүреміз. Квартирде тұрамыз ғой. Квартирде 5 бала, 4 қыз өмір сүріп жатыр. Бірақ дом-дом шағын. Иә, олар қыздар басқа комнатта, біздер басқа комнатта тұрамыз ғой, бірақ кухня ортақ. Жоқ, явно ғой, шағын дом-дом. Жоқ, бір-бірін танымайды. Жүресіңдер ғой. Жоқ, танимыз. Танымаймын деп айтшы. Тиму көрсе қарайды. Сен кездіргенде ағылар танымаймын деп айтшы, жеңгешкі көрсе қарайды. Жоқ, танимыз ғой. Танисыңдар ғой. Оқта жеңгешкін танымаймыз просто. Короче, былай. Естеріңе оқиғаларын түсіре беріңдер. Мен есіме түсіп тұрғанда айтайын. Так, жаңа 2013 жылы квартирде өмір сүреміз. Так. 5 бала, 4 қыз. Қыздар бөлек комнатта, біздер бөлек комнатта. Дом-два кейін ғой. Дом-два. Дом-два ғой. Қарашы, дом-два. жаңағы нәрсе ең маған қызығы да 5 баламыз, бірақ одан да көп адам өмір сүреді үйдің ішінде. Ұйықтаған кезде басқа адамдармен ұйықтап, тұрған кезде вообще басқа адамдар жүреді да. Таңмен келіп алып жүре ме? Иә, сондай. Сондай кезде короче, жұмыс іздеп қалаға шығамыз да, дос балам бар. Екеуміз бір жұмыс табамыз ғой, так екеуміз осыған барамыз. Так, мына жұмысты үйдегі тағы бір дос баламыз бар ғой, соған берейік деп үйге келеміз. Ол ауылға кетейін деп жатыр, короче, болды, шаршадым, сынған ғой, короче. Аяққа тұрамыз деген мотивация өзі өртенген. Мен ауылға кетейін деп жатырмын дейді. Қуасың ба, біз жұмыста болып келдік. Біз екеуміз мына жұмысқа барамыз, сен таңертең мына жұмысқа барасың, кісі аламыз деп тұр. Аяққа тұрамыз деген мотивация өтіп қалған действительно. Ол ойлады қала барған кезде төбесі бәрі дайын тұрады. вечерге барамын. Сықилады деп ойлады Американский кинодағыдай бассейні бар коттеджге вечерге барамын. Сол жерде ойлады қалаға. Кинодағыдай болады. Кинодағыдай болып тұрады бәрі ешкім. Мен сөйтеді де, короче, ауылға қайтамын дейді. Біз жұмыс тауып қойдық, мына жұмысқа сен бару керексің. Біз мына екеуміз мына жұмысқа барамыз деп. Сөйтіп келістірдік. Хорошо деді, таңертең анау жұмысына кетті, жұмысқа барған, стажировкаға қабылдаған, үшім жұмысқа кіріп кетті. Біз екеуміз ана жұмысқа барсақ, ана жұмыс вообще шайып жатқан бірдеңе болып шығады, короче, оған кіре алмаймыз. Жұмыс іздеп тағы жүріп қаламыз, ана жұмысына күнде регулярно барып жүр. Біздер квартирде ерігіп жүргіз. Жұмыс жоқ, дым жоқ, таңға жатпайсың, карта ойнайсың, ырду-дырду. Сон жаттықтан енді ана қасқа күнде жұмысқа барып жүргесін шаршайды ғой. Ерте ұйықтап қалады. Жұмыс сенде топ берген еще. Сенде топ берген жұмыста. Қыстың кезі. Мынандай уақыт, мынандай прикол басталды. Таң болды сағат 3 па, 4 па сондай. Давай. Анан жұмысқа оятып жібермейміз ба деген прикол басталды, короче. Оятып жібермейміз ба? Оятып жібермейміз ба жұмысқа? Таң сағат 4 қой. Қыстың кезі кететін бала ғой. Таңертең 8-де кетеді ғой, 7:30-да ұйқыдан тұрады, ала қараңғы болып тұрады деген сияқты. Таңғы 4-те жұмысқа оятып жіберейік деген прикол басталды. Давай ма? Давай. И бәріміз тапқасында күндегіше төсек салдық. Бәріміз жаттық. Соткілердегі сағаттың бәрін бірдей, 1-2 минутқа разница қылып қойдық. Анаңда телефондағысын өзгерттік, өзіміздікінде өзгерттік, бәріміз аккуратно жатып. Мен есіме түсіп кетті телевизор. Телевизорды қосып қалса сағатты көріп қалады ғой. Бізде телевизор бір жылдап тұратын бар еді, короче, кейде көшіппей қалады, алдында артында кабелін суырып тастадым. И бәріміз дік жаттық. 5 минутқа будильникке қойып қойдық. Короче, будильник 5 минуттан кейін шырылдайды. Оны постоянно бір дос балам бар еді, сол оятады всегда. Бар, тұршы, жұмысқа баршы, болды, будильник шырылдады дейді. дейді. Шамал деген тағы, тұр деймін, баршы, кетшеш деді. Тұрды, айналасына қарайды бүйтіп. Бәрі ұйықтап отырсыңдар. Бәріміз ұйықтап отырық. Өтірік, деп қоясың ғой, ойнатып жатыр. Тұрды да өзінің телефонын қарады, сағатты қарады. Қойды. Вроде бы аз ұйықтаған сияқты ғой, короче, түсінбей тұр ғой әлі. Уже таң атып қалдым ба деген сияқты. И қасында екінші баланың телефонын қарайды. Уақыт бірдей. Тұрды да үшінші баланың телефонын қарап, уақыт бірдей. Бәрін детально істеген екен. Қарап жүр да? Қарап тұр. Қарамай қалса да мысалы. Қарамай, біздер соны қарап қалса деп дайындап қойдық қой барлығы. Қарайтын болды. Үшінші телефонды да қарады. Әлі потому что сенбей тұр ол. Бірдей қараймын. Нар бірдеңе білдіріп тұрған сияқты сомнение бар ғой, өзі көріпсің ба? Оған дейін де неше түрлі приколдар болған оған. Содан қорқып тұрған. Сол ғой, сол үшін бәсе қарауы да тег емес қой. Қарады да дік қойды, тұрып кетті туалетке. Жуынып болған екен ғой деп па? Киініп шықты. И телевизорды қосты барып, прикинь. До конца қараған болды. Мен дәл өшіргенмін ғой, көріпсің ба? Барып та телевизорды қосты, пыжырлап тұр, телевизор көрсетпейді. И қайтып өшіріп тастады. Түнде
ана жарты нанды маған алып қойыңдар деді ғой, короче. Бар жарты нанды таңертең шайға ішіп кетеді өзі жұмысқа. И барды да шайнегін қойды. Таңертең жұмысқа жейтін нанын таңғы 4-те жеп алды, короче. Басқа жоқ істеген. Басқа нандым жоқ, короче. Соны жеді, шайын ішті, сықитып, киініп алды. Сіз де барсыз? Жоқ. Сол жерде жатырмын. Ана қыздардың қасында жатыр. Жана 4 қыз деді ғой. Сол 5-ші болып жатырмын. Құрау адамды ішіп бармын деп. Ана жақта өздері шулап жатқан. Қыздардың қасына барып жатып қалды. Кітап оқып жаңа. 4 қыздың ішінде 4-ші сол жатырмын ғой десе жаңа. Кішкентайлау мен. 5-ші болып деген. Короче, алдында Айтпас істеп еді ғой, бірақ айтып қойдық. Короче, алдында есіктен шығып кетті анау. Дуф, есік жапты ғой. Жүгіп барып есікті кілтеп алдым. Енді жайлап бүйтіп балконнан бүйтіп қарап тұрмын ғой мен. Артынан балконның бір светі түсіп тұр да, мен басым көлеңке болып жерге түсті. Не үшін Мен үндемей қарап тұрмын, 2-ші этаж. Көрінеді ондай. Бәріміз бүйтіп тығылып қарап тұрық қой енді. Еще машиналар келіп ана жерде. Машина келді, бір көрші машина, көрші подъезде тұратын. Ол қыздырып тұрған жоқ. Таңда таксовать етіп үйіне келіп отыр ғой машина. Машина пар жанып тұр ғой анау. Ол ойлап тұр, таңертең адамдар жұмысқа тұрып, машина қыздырып тұр екен деп ойлап, соған қарап тұр, короче. И бір кезде алдынан, әлі түсінбей тұр ғой, таңғы сағат 4. Бүйтіп қарап тұр да, бір кезде ана машина чық деп парын өшірді де, түсіп, үйіне кіріп кетті, короче. Әлі тұр анау бүйтіп. И бүйтіп жыбырлаған, жаңа мен басым бар ғой, соған қарайды анаған. Сөйтсе ана көшеден келіп жатқан болып тұр ғой таңда да. Таксовать етіп келіп үйіне кіріп жатқан адам ғой, анау ойлап тұр, короче. До конца сомневаюсь еткен ғой сендерге да. До конца әлі бүйтіп ана көлеңкеге бүйтіп қарады да. Тек қарап қалмаймын, мен басымды көріп тұр ғой. Анау бар ғой, бастады ғой. қырды өзі бар ғой. Кім ол, мен танимын ба? Танисың. И бас балдақпен көтеріледі де есікті арсылдатып жатыр, короче. Іштен келеді саған еще. Арсылдатып жатыр да. И бәрі бір-бірін итеріп жатыр ғой, короче. Сен аштан, сен аштан бар ғой, короче. Бәсе қатты тарсылады, қыздар қашады қында десем. Есілді бір деген десем. Нағып жүреккен айымналар деп тұрып қарайын десем. Уже анау ала дейтін. Есікті ашқанда бар ғой, тұр дейтін. Башқа басқаша болып кеткен. Уже анау ашу дейтін қатты да, бізге деген қатты ренжіп қалды, короче. Мен білдім онда ашу қатты. Солар қазір әлі кеше сен бүйтті. Келді жатып қалды. Таңертең жейтін нан жоқ, киселек солай таңды, короче, бар ғой. И біздер әбетке дейін шәрбей ұйықтаймыз, короче. Ойлашы ал. Сенде жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ, дым жоқ. Біз әшейін енді не істейміз? Жұмысқа кірісіп қойыңдар, жұмыс тауып беріңдер еще. Ана бала жұмыс тауып беріп отыр. Жұмыс жасатып отыр. Жұмыс жасап жүрген баланы қинап отыр былай келген кезде. Содан кейін қалай кетпейді ауылға? Олай істемеңдер. Досым ғой. Кешіріп. Достарға болады. Аяқ өртемен. Жас кезімізде сондай немен істелген қателіктер ғой, короче. Одан кейін сол сценарийімізді басқа балдар алып, өздерінің квартирасындағы балдарға істеп қараған. Баяғыда Нұржан екеуміздің кезімізде нағашымыз бар, Қызылова дейтін ауылда нағашыларымыз сояқтікі мектептің кезінде каникул болса, сразу сояққа басамыз, короче, сары автобус бұл кезде. Мына менен бұрын 3 оқимыз, 4 оқимыз, сонда екеуміз арамыз, класс 1 классқа барамыз. Но барат анияқтың балдарын танитын, мынау айтып жүр екен, Аманжан деген інім бар, короче, бокске қатысады. Қаяқта бокс көке. Сен саған айттым ба ол, сен мен осылай айтып қойдым деп. Болмаса дайындалып кетеді ғой. Сөйлесе өзі ана балдарды былай ұрып соғып не істеп, сосын мен бір әчекім барсын деп талдырады. Қорқытып жүр, бәрі қорқытып. Бұрын сондай еді. Бұйырса келеді деп. Сосын бір күн бардық. Жағада жүріп, короче, айтты, сені бір күнмен разнара шығасың деді. Ана, в общем, не, түлісе алмайды, короче, сондай бала деді. Барсам, анау дейтін тисылық қой, ғой. Шкаф. Құрған шаруасына істеп саған болдыр ғой, кәдімгі шемір. Енді тармай істеп те көріп қойды маған. Боксерсың ғой. Боксерсың ғой. Станциядан келіп өтсіз еще. Қолды бүйту керек. Бүйт 8 том бой өппізің алтын мындан сол талып болды ғой. Мен деймін ана нормально. Боксерларда таяжиды ғой, ұтылады ғой боксерлар. Туған братчикім дейсің ғой. Туған братчикім боксер. Күтші қандай бала кеткен деп та. Бір қара кетіп Еще бір кәм, ненге шарып қоясың ба? Не шарып қоясың ба сіз? Нені шарып қоясың, нен бала. Еще боксерді қоясың. Қайыры соқпалтып сат, братан. Мұндан соқпай.
содан ғой бой өспей қалған ғой. Сол сотрясение. бір тоже бір адам бар сондай. Өте қатты өзіне алатын да. Амажа білесің ғой оны. Біреумен төбелестірейін деді ғой. Қолхат алады көршілеріне. Короче, мына адамға бірдеңе болса, мен жауап бермеймін деген сияқты. Датуы міне. Өзіне сондай қатты алатын кісі. Айтпай ақ қояды есімін десеп. Бәрінен қолхат алып алған ғой. Типа мына мен қарсыласыма бірдеңе болса, деп мен жауап бермеймін. Екеуі разына түсініп отыр. Түсініп кәм шоу жасаған. Анау ауыл ғой енді, ауылдық жер ғой. Өзің жас баласы. Ауылда шағын YouTube баяғыда істеп тастаған екен ғой. Соған қолхат алған, мынаған қазір бірдеңе болса, анау енді айтқан болу керек қой, мен мынандайға қатысқам, мынандай армиядан Шварценеггерді көрдім, кездестім. Жоқ, Арнольд Шварценеггерді көрдім, армияда деп айтты дейді. Сәл тайнялып алдына түскем. Қолы ауыр екен деп. Қолы темір дейді. Сосын бүйтіп айналдырғанда Виктор Цой күрттің бақтыр үстіне киіп. Қолтыққа жағады тизарат бар емес па? Соны денесіне жағып жатыр дейді. Денесіне, маңдайына. Оны неге не істеп жатсың десе, қазір сыртқа шығып төбелескенде терлемеймін деп айтады дейді. Жаңағыдай қолхат жаздырып алды да. Қолхат алдырып алып тұр. Енді алып сосын балдар болып жиналып бармай ма? Қолхат берді. Бастап кеткен ғой анау. Бір-екі секірген болып тұр ғой. Қарсыласы талдып тұрды ананы жаңағы. Өзін талдып тұрды. Қолхат не болды? Қолхат күшіне енбей күші жойылып кетті. Қолхат сол жерде өз күшін жойған. Сол жерде жойылды қолхат. Қолхат өз күшін жойған. Сондай күшті қызықтар бар негізі. Бізге айтады төбелескенде дейді. Талпамен төбелесіп қаласың ғой дейді. Арттарыңа стена тауып алыңдар дейді. Арттан келіп соқпайды ғой дейді. Алдағылармен төбелесесің ғой. Қызғанмен мен 10 жасқа дейін емген жігітпін өзім. Білеміз? Мамамды. 11 жасқа дейін бетің өзі айтып тұрған жоқ. Шынымен де. Мен мысалға 11 классқа дейін емдім. Мен 9 оқимын, ауылда білесіздер, 9 оқисың, шаруа басталады жаңағыдай бар ғой, жігіттердің арасында өзің жүріп қоясың. Бұйырса тағы да еметін шығар десек. Еметін скоро десең. 2-3 айдан кейін емейін деп отырмын. Сондай үйленетін болғасын енді еметін деп алармын десек. Ужас, құсқа емітесің. Үйленейін деп отырғасын емет деп отырмын. Подкастымыз халал еді ғой жігіттер. Жігіттер просто. Менде ондай әңгіме да қоя. Ему туралы ма? Сен еміп жіберем қазір. Просто мен действительно қызықты факт мына 10 жасқа дейін емет деген қайдан шыққан? Мен ойлаймын сонда қанша отқа түсіретіндей, ажалға апаратындай ғашықтар болған, бірақ ешқандай ғашық жоқ. Ана мен сәбидің махаббатындай шынымен де ғой. Шынымен нәрсе осы нәрсе бар ғой. Ешқандай ғашық жоқ 11 жасқа дейін мен. Ешқандай баланы мен әлі кездестірген жоқ 11 жасқа дейін мен еще мамам деп оққаным өзім туған шешем бес. Ему керек қой еще білесің бе? Сенен кейін де балдар ему керек емес пе? Туған шешем бес аға. Мен әжем деймін жүрмін, үлкен кісі деймін жүрмін, 60-тағы кісі деймін жүрмін. Кешір. Мен ақмамам деймін жүрмін. Ойлашы, 9 оқисың, 10 оқисың, вечерге барып келесің, вроде бәрімен бірге қабаттасып, ілесіп бірге. Аузында перегар дейсің. Жоқ, ол да мүмкін, айта алмаймын, кейде бір. Вечерге нормально қызыл келеді. Вечерге ол кезде кличатпен келейік, жаңағы джинсимен күшті болып барасың. Өшім, сол кезден сүтке құмар болып сүтшіп барады. Сол кезде сүтшісіз көп деші. Аппақсың неге. Прикинь, сол кезде вечерден келем, айтайын деген мына кішкентай үйжіммен кәсі келем, 9-да, 12-лерде келем, 9-да да бастағады өзі, 12-лерде, 11-лерде келем. Бірлерде мамаңға шатам, айтады қол аяғың шығып қалды көке дейді. Сол кезде кәм обычно жатам да, келіп ашып емем, прикинь. Сондай қызық оқиға. Қызық өттім саған. Сондай бір ана мен сәби арасында махаббат сондай нәрсе. Ол жерде ол үлкен тағылым алатын нәрсе емес. Мен айтып оқам сол отқа да түсіретіндей ажалға апаратын ғашық болмаған. Сонда сүт шыға ма сонда? Сүт шықпайды вот именно. Сүт жоқ. Сүтсіз ғой, фильтровый ғой, фильтровый. Массаж деші, не ма? Сүтсіз. Мен әжемде есіме түсіп кетті. Түсім, кішкентайым әжем ертеректі айтты мен. Кішкентайым да, түсім қатты ауырып, бақан жоқ. Қызылауға кетіп қалған сияқты. Бар ғой, бірақ өмірде бар. Өмірде бар, кетіп қалған. Мен тастап кеткен. Мен тастап кеткен. Жағдайым төмен болды. Мен жалпы цыгандар әкетіп тастаған деп па? Цыгандар әкетіп тастаған мен.
цыгандарға Қызыл базар жақтан цыгандарға мен табаққа Бәсе, ауыстырып ұқсамайсыңдар алғанмын. Цыгандарға табаққа ауыстырып алғанмын. табаққа емес Сырғаға. пресіне Ой, қосып короче. пресіне Сопросына, иә. Бақа-бақа. Короче, мені, в общем, әжем бар ғой, тісім ауырып отыр, короче, жаздың кезі алды да арақты құйып бар ғой. Бұл жерге арақты құйды да. Іште, мына жаққа лақтыр деді, короче, ауырып тұрған лақтыр. Мен алам, лақтырып жүрем, ашты батыр. Түкіріп та дейді, түкіріп тайым, сөйтіп. түкірмеген боларсыз. Жәләп. Сіз баған ба? Бітіріп тағам ғой. Сіз баған ба деген. Бітіріп тағам. Мақан әжен айтып. Бітіріп тағам ғой, шамалдай аманжан мас дейма драва. Көше. Енді мынандай поза шығып қатсың ғой. Кетші. Бала Сізге кезінде лақтырам деп бас жіберген ғой. ісіп кетті. Содан кейін ауырмайды. Тіске жаққаным майда жағып отыр деші. Түсті байқаған жоқ одан Тіске кейін. лақтырам майда жағады, тіске лақтырам майда жағады. Әжемен Содан кейін иш шығып ұсталып қала берсе тісім ауырды деп айтатын болып тұр. Әжеге бүйтсе тіске лақтырып алып қирап келе баш десе. Сондай болса да мысалы. әжеміз жаңа еміз білсе де берді деген ғой. Дозасын ба? Дозамызды берді. Ақсыздың бермесе Ақсыздың Ақ қосамдығыларны. замығамын ақ. бәрі Ол кезде ақ хит қой білесің. Саған сүт берсе Ол кездегі адамдардың бәрі строго спирт ішкен ғой. Таза спирт пе? Содан бар құттай қарайып келіп кеткен. Наран қызара ма? ішкен адамдар наран қызарып кетеді. Енді қызып жатыр. Халал ет подкаст. Бүлдірутсың отыру. Қызық оқиғалардың бәрі сондай екен да бізде. Қызық көп Күнде қой. араласқан ба? Негізі шынымен де ер адамдардікі неге ондай болады екен? Қызық оқиғалары. Күн Енді араласқан. сен салонда неде жүрмейсің ғой. Жүретін жеріміз сондай ғой. Аманжанның бір оқиғасын айтып берейін тойдағы. Айтып беріңіз. 20 жылдық басқарып отырық. Аманжан енді дін жолында ғой. Иә. Бір апа келеді. Апа болғанда 20 жылдықтар құрдастары ғой. Bir кішкене андай. Қаладан. Иә, толықтау келген. Иә, соны келеді. Иә, ешкім жекесін өтпей қоя, просто айтып отырмын. Иә, соны Аманжаннан өлең сұрай береді. Ананы қойшы, мынаны қойшы, ананы қойшы, мынаны қойшы деп Аманжанға. Бұл нерві шетіп жүр. Иә, бұл нерві шетіп жүр. Жоқ дейді, не қоям, соны билеңіз деп айтып отыр ғой. Соның құрдастарынан 20 жыл өткізіп жатқан басқа қалада тұратын құрдасы келді. Жаңағыдай қысқа көйлек киген, айнаға қарап билеп, Аманжан оның алдында айтып қойды деп, мынау дейтін вообще бөлек екен деп бар ғой. Жаңа не аналардың құрдастары сияқты емес деп адамдардың бәрі айтып жатыр ғой. Иә, жоқ, енді ондайға қарап жатқан жоқпыз ғой сосын. Иә, соны ана кісі келді бірінші. Мына өлең қой деді, Аманжан қойған жоқ. Ананы қой, мен қойып, не жіберем соны, еш андай ғой. Не жіберем соны билешті. Бірдеңе айқай дейсің қол қой. 20-25 өтіп кеткеннен кейін ана қыз келеді жаңағы. Аманжан құлағына келеді де. Бірдеңе айтпаймын, Аманжан аппаратта отыр бүйтіп көрсетейін. Ана құлағына бірдеңе айтқан Аманжан бүйтті ғой. Қасында бала айтады. Бля, мына намаз ұтып кетті ғой дейді, намазын ұтып кетті ғой дейді. Біз көріп тұрық қой енді. Аманжаннан сұрап айтты. Ана кісі айтқаннан кейін өзгердің ғой десек, ебана ерні тигінді дірілдеп кетті ғой құлағыма. Релакс қой да. Жоқ, танитын не? Құлағыма, ерні құлағыма тигінді. Танитын деп ақталып жатсыз ба? Қарындас еді бір. Негізі Аманжанның жүрген жерінде көп қызықтар ғой жаңағы. Бойдан салады. Армияға бардым. Бірақ енді бірге айтады ғой ана бірге тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ екен деп. Екеуміз енді почти андай бірдей киім кигізіп, арамыз бір жас болғасын сөйтіп өсіріп біздер көп жерде бір енді әлі уже тойды. Жас па? Иә. Тете ғой. Тетеміз ғой енді. Бір қос мен мысалы 11 оқығанда төбелесу үстіндер ғой да кәдімгідей жасында келген кезде. Мен талдыратын едім. Бала күнде бұл отып қоя беретін болған ғой. Бірдей кездерінде ме бойларың? Сол үшін қазір тыңдамайтын десек. Сондай ма? Айтады ғой. Кім еді, Шыңғыс па біреу айтады. Нұржан үлкен екен ғой да Аманжаннан дейді. Иә десем, маған Аманжан үлкен сияқты болып көрінді. Маған басында мысалы құтта кезімде мен шынымен сіздерге араласқан жоқпын. Кішкентай кезімде маған біртүрлі Аманжан Нұржан ағасы сияқты көрінетін. Нұржаннан көріп жүретін. Мен тәрбиеммен бой. Иә, сондай. Бұл жаңағы, бұл енді кішкентайынан шығып қойған ғой жаңағы көрдіңдер ғой. Иә, бұл шығып қойған содан үлкейіп кеткен. Ерте кетті ғой. Аға, армия туралы айтыңызшы, армия туралы. Ерте бастап ерте қойдым да көрінді. Қойып кеттіңіз ғой иншалла қазір. Ондайға вообще жақындамаңдар. Армияға. Не советую ғой. Армияға кіріп барып бас білмейсің ғой не екен. Армияда ма? Иә. Нұржан менен бұрын барып келді, қалай екен бірдеңе айтып жүрді, бірақ анда барам ұмытып қалдым. Буток ғой, короче, киім үтіктейді, бізге берді форманы. Өтіктеп отырып, бұрышқа тұрып алып, талпа күп көл ғой. Менен қап-қара. Армияға не үшін келдің деді ғой. Отан қорғауға деген тып-тыныш жатқан отан нахуй орайсың.
ай не үшін келді деген ой. Ой, сондай қодасың, форматы сондай қодай. Отан қорғау деген негізі айтпау керексің ғой. Иә. Атамды шығарып жауа келдім деймін үшін сондай тема ғой ол кезде. Иә. Отан қорғау деген ғой ана тұсқынын көріп. Сосын не дейді ғой? Тыныш жатқан отан. Сосын талып әртүрлі ғой. Мысалы өзіңнен 4-5 жас жоғары адам келсе, Емілдер сұрақ қояды, не үшін келдің? Немен келдің дейді. Неге? Тойға деген қалай? Армияға немен келдің десе, ана жасы асып кетіп келгендер тасбақамен келдім дейді. Понятиясы бар, түсінігі бар дейсіз ғой. В общем, мына гражданкамен армияға барғанда басқа 2 жасар бала болып понятие болады ғой. 2 жасын ал дейді, сонда сізге тыныш жатқан отанды ал дейді. Не үшін қорғау үшін деймін. Шынымен де қода. Сенбей тұрған болып тұрсың, қорғайтын ба сен. Қорғап келді да. Сеніп. Бақан айтады. Қарауылға шығарып жүргандай да посттарға. Бақан айтады. Бәрі ештеңе, мен Аманжанды армияға барды деп ойлаған жоқпын. Бәрі кетіп жатып қалай ғой, бізге үйретіп жатыр. Қарауылды үйретіп жүр. Короче, қару үйретіп қойды ғой. Қаруларға мұқият. Қару жерге сүйреп жүр. Жоқ, қайта Аллаға шүкір, ана бүйтіп АКС түбі жиналады. Сондай қойып қойды ма? біліп алып келатыр. Қаруларға мұқият болыңдар, короче, сосын кәдір. Қарам арсы дембілдер келіп қалды, осындай қуыс қой. Алтта автоматын тартып алды. Өтіп кеткен ғой. Бердағы деген. Алып батқан старшина. Сен далбайсың ба? Короче, ал қаруын дейді. Тексереді ғой. Братан. Сен барғаннан сен военный нөмірі соғылады. Мысалға военный өтті, мен ұстаған қаруым нөмірі бәрі жазылады. Сен сұраласың, короче. Киген противогазға шейін жазылады ғой. Армияның барғаны, қайтқаны қызық қой негізі. Так, жігіттер, біраз отырып қалдық. Осымен сағатты қарасақ, 1,5 сағаттың шамасында отырған сияқтымыз. Тойда бар дейсің. Браттың да қазір тойы күтіп тұр. Уақыт алмайық. Қош келдің. Рахмет. Жігіттер, рахмет айтып отырып қойын. Қанаттарың талмасын. Жаңа басындағыдай кино түсіруге дейін деңгейге жеттіңдер. Барлығы енді ауылдан шығып отыр ғой. Ауылдастарды қолдайық. Мен қолдайды деп ойлаймын. Өткен жақында біздің ауыл деген әнге, мысалы ауылдың бір шағын ғана роликпен клип түсірдік қой. 100.000 просмотр болған екен. Инстаграмда. Қолдап жатыр, алып кетіп жатыр өзімен бізге таратып жатыр. Әлі де сұрайтындар бар, маған клипті жіберіңізші WhatsApp арқылы деп. Сондықтан да мына жерлестерімізді, өзіміздің ауылдастарымыз, бауырларымыз қолдайық. Былай істейік. Ең жақсы пікір жазған қонақтардың арасынан таңдап, ең күшті пікірлер жазылсын, соның арасынан таңдап, ең жақсы пікірге мен өз атына 10.000 теңге беремін. Керемет. Оны соңында өздеріңіз Инстаграм, ол бұйырса осы подкасттың парақшасы ашылады да. Парақшасы бар, YouTube бар, Инстаграм парақшасы бар. Менен кейін де келетін қонақтар көп болсын. Әмин. YouTubeқа жазылған. YouTube'тың астындағы комментарияға. YouTube'тың астындағы комментарияға. TikTok'тың астындағы жазылған боғауыздарға мен өзім жауап беремін. Өзім жауап беремін. Раз дейсің. Мен өйткені бокске қатысқам де. Рахмет. Мұрат, Алла разы болсын. Қош келдің. Айтқан тілектеріңе, ниеттеріңе, уақытыңды бөліп келгеніңе саған үлкен рахмет. Қош келдің. Все, құрметті көрермен, сіздерге үлкен рахмет. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға лайк басамыз, каналға тіркелеміз, комментарий жазамыз, қолдай кетіңіздер. Бейбітшілігіміз мәңгі болсын, ауылымыз жасай берсін.